Сәлеметсіңдер ме балалар? Қалдарың қалай? Қалай демалдыңдар? Осы жылғы оқу жылы жақсы өтеді деген ойдамын. Барлығыңа сәттілік тілеймін. Тек жақсы оқыңдар, жақсы ма барлықтарың? Бүгін бізге жаңадан оқушы келді. Барлығымыз танысып қояйық. Аты Тоғжан, Тоқа десеңдер болады. Көріп тұрғандарыңыздай, Тоқа бізде сабағы өте жақсы, өзі де өте әдемі қыз. Барлықтарың жақсы танысып қойыңдар. Қош келдің, Тоғжан. Тоқа, қош келдің. Біздің сыныбымызда оқушы аз өзі. Жақсы болды ғой келгенің. Тоха, без тебя мне плохо. Қойсайшы. Жарайды, әзір. Болды балалар, шуламаңдар, түш сабақ бастаймыз. Тоха. Так, 2 қосу. Чё там? 4 бола ма? Жасың нешеде сенің? Сабақты қатты оқиды дейді ғой сені. Тиіспеш Әкеш көрек маған. кітабыңда не бар өзі? Тиіспе деймін Мынау саған. ма күнделігің? Әкел бері. Қандай бұзық баласың сен? Тым қызық емес қандай кітабыңда. Мен сені әкем айтып берем. Көресің. Кітабыңды ғана көрдің ме? Не болды жылап сонша? Бұзық баласың, қандай жамансың. Енді өкінішке орай сондай болып тұр енді. Сен бауырым, ол қызға тиіспесеш, жаңадан келді, өзі үйреніп жатыр. Нең бар? Сен шатағанша араласпашы, өзім білем. Тиіспе, енді қайталанбасын. Келесі жолы басқаша болады барлығы. Бүгінгі күн ұзақ болып кетті. Көзімде жылап ісіп кетті. Әкем қайда екен? Қайда жүр екен? Мен алып кетем деп еді ғой. Неге? Ұзақ болып кетті екен, а? Қазір хабарласып жүрейінші. Неге алмай жатыр? Звонок барып жатыр ғой. Алаңдап тұрмын. Бүгін настроениемде болған жоқ. Неге мына жерде сет ұстамай ма? Тоқажан. Тоқта. Қайда кеттің? Сен бе тағы да? Не істеп жүрсің сен? Маза бермедің ғой адамға. Әкел телефоныңды, кімге звондап отырсың? Бер әкел. Папам айтам мен сені. Әкел бір көректі телефон, айфон екен. Мә, жерге соғып тойым ғой. Істеме. Жерге соғып уақытты жүгірем. Кеш бат кетті ғой уже. Автобусқа да ақша жоқ, жаяу қайтайын. Мыналар кім тағы? Тағы да тиісіп отыр ма? Әкел телефонды, мә саған. Не болды саған, айттым ғой бағана, мә саған. Саған айтпай айттым ғой саған, тиіспе деп. Мә саған. Мә саған, осы керек па саған? Саған айттым, тиіспе деп оған. Ана телефоныңыз міне барлығы дұрыс сияқты, Тоқа. Рахмет саған тексеріп көріп беріп жатырмын. Енді тиіспе маған айтасың, енді тиіспе саған. Жарайды, рахмет саған көп. Оқасы жоқ, телефоның істеп тұр. Ура! Мә, сен мықтысың ғой. Менің есімім Рай. Менің есімім Тоғжан, жаңа апай таныстырды ғой. Есімде Тоғжан деген керемет есім екен. Рахмет. Қуанып тұрмын сенімен танысқаныма. Сен өте қарапайым екенсің. Менің папам келген сияқты. Әкең ба? Өте бай екен, Сендер үлкен бай семьядан екенсіңдер ғой. Папа қалайсыз? Ойлашы болып тұрсыңдар ғой. Қызым, қалайсың? Сабағың бітті ме? Кешір. Кішкене кешігіп қалдым. Бітті, папа. Жүр, қайтайық үйге. Папам мен сыныптасым, аты есімі Рай болады. Танысып қойыңыз. Жарайды, не важно ол. Қайтайық болды үйге. Кеттік, папа. Мен сонда адам емес болып қалдым ба? Қалай әкесіне? Байлар түсінбейсің ғой, бірақ жарайды, ештеңе етпес. Қызым, біз өте дәулетті отбасыдамыз. Сондықтан да сен халям-балям анау-мынаулармен араласа берме. Папа, дұрыс түсінбедіңіз, сіз мені тыңдаңызшы бірінші. Жоқ, сен мені тыңда. Мен жақсы білем адамдардың қандай екенін. Папа. Мен сені ондай адамдармен араласын деп өсіріп бағып қаққан жоқпын. Сіз ситуацияны білмейсіз ғой. Мен бәрін жақсы білем. Мен адамдарды жақсы танимын. Олар біздің теңіміз емес. Неге олай ойлайсыз сіз үнемі? Ол маған көмектесті, бірінші күннен бастап қамқор болып жатыр. Қысқасы қызым болды, доғар аяқаңмен енді араласпайсың. Жаяу жүр, баяғым ауырып кетті ғой әбден. Үйге жақындап қалдым. Қарнымды ашып кеткен. Тамақ бар ма екен үйде? Әкем бірдеңе пісіріп қойса екен. Балам, келдің бе? Өмір не деген ғажап. Әке,
Тағы да ішіп алғансыз ба? Мынауыңыз ұят емес пе енді? Жат демалмайсыз ба? Қашан адамдар сияқты жұмыс істеп, маған тамақ дайындап, маған школьный форма, нормальный форма алып бересіз? Ай, балам, қайдағыны айтпашы, алқам, қалқам. Ой, кеттім мен ұйықтауға, басым айналып кетті ғой. Ой, әкетай. Неғып соншама салынып кеттіңіз? Болмайды ғой, адамды құртады ғой. Ой, күнде осы әйтеуір әкемнің арақ қашан қояды екен деп күтем. Күнде күтем әйтеуір. Тамақта жоқ, әйтеуір бір пицца қалыпты мына жерде. Қарным ашып кетті, осыны жей салайыншы, бүгінге жарайды, нормально. Күніміз үстіп өтіп жатыр. Ой, дәмдісінай пиццаның. Ұйқымда кеп бара жатыр, сабақты ертең оқи салармын. Ой, бүгін сабақ ауыр болды, кеше сабақ оқымап едім, ұйықтап қалып едім үйде. Ой, Рай, неге оқымайсың? Маған бәрі жеңіл болды. Әрең бітті ғой, әрең өткізді өткіздім. маған. Оқысаң оқ, тез жақсы жеңіл болады ғой. Сен кіммен қайтасың бүгін? Мен өзім қайта беретін шығармын. Әкең алып кетпей ма не? Мен сені әкең алып кетпесе, мен сені шығарып салайын деп едім. Жоқ, айтпақшы, әкем алып кетем деген мені. Әне, әкемнің өзі де келді. Жарайды онда. Бүгін мен өзім тағы да жаяу қайта беретін шығармын онда. Қызым, сабағың бітті ма? Папа, қалайсыз? Қайтамыз. Иә, бітті сабағым. Бұл не деген бала, қалмай ма сенен не? Ассалаумалейкум аға, қалыңыз қалай? Мен сыныптасымын, просто біз сабақ туралы әңгіме айтып тұрғанбыз ғой. Әке, қош болды, мен сабақтағы сыныптасым ғой. Ой, қош, бір емес, екі емес, уже қанша рет көрем. Жүр, болды, машинаға отыр. Үйде сөйлесем сенімен жүр. Әбден ұялттың ғой әке мені. Пока, тоқа, көріскенше. Көңіл күйім түсіп кетті ғой. Тағы да жаяу қайтам енді. Мә саған, осы керек саған. Ақшаны қойып тайым дедің ғой сен бүгін, Ой, қоя алмай жатыр. Жоқ қойын, ақша қайдан алам? Жауап бер тез. Мә, жоқ болса, осы керек болса. Шіркін-ай, бір велосипедім болса, ой. Әке, не болып жатыр мұнда? Кімсіңдер сендер? Әкеме тиіспеңдер. Кете балақай, кет жол. Құлақ болдым ғой, балақайдың ударынан. Мә сендерге, мә. Күп кішкенде болақай, боқмұрын кете жолы. Мә саған, қазір әкеңмен қосып таяқ жейсің сен. Мә саған, ай, тиіспендер, әкеме тиіспендер, ай. Келеміз тағы да біз. Ой, әкем-ай, не болды? Арақтың түбі осыған жетті. Айттым сізге, ішпеңіз, қойыңыз арақты деп, не енді мынау? Күніміз таяқ жеумен өтіп отыр. Одан да тамақ пісіріп қоймадыңыз үйде. Қарным ашып кетті. Ай, әр жерлерім, ай. Ой, балам енді ренжіме солай болып қалды. Ақша қарыз болады мұналарға. Че там, ақшаларың дайын ба? Не болды? Болмаса қазір балаңды алып кетеміз. Мен ақша табамаймын енді. Мен балама тиіспеңдер. Табе. Бос әңгіме. Ағалар қойсаңдаршы, мен әкемде нелерім бар? Қазір балаңды аламыз да кетеміз осы жерден, тайып тұрамыз. Балаңды бандит қылуға жақсы екен. Өзіміз сияқты бандит қылдырып жүреміз. Давай, ақша жоқ, ақыр сенен толық жоқ үшін. Мына баланы қайтсек екен. Арамызда үшінші бандит болады, короче. Өздеген өзі. Шатақ екен, екеумізді құлата жаздады ғой, ұрып, әбден. Ағалар, мыналарыңыз не, мен қайдамын, мен жіберіңдер, мен қайтайын. Короче, көп сөйлеме. Мен мектепке барам ғой, әлі мектеп оқимын. Әлі 1-2 жылдан кейін бітірем мектепті. Мектеп қызық емес маған. Айтпай-ақ ондай. Так, балалар, тыныш барлығымыз отырамыз. Сендерге бір шұғыл әңгіме бар, жаңалық бар. Біздің мектепте Рай жоғалып кетті, білмеймін. Қайдан іздестіріп жатқанымыз, әйтеуір әкесінің үйіне бардық, көрдік. Рай жоқ екен. Саған, Рай қайда кетіп қалды екен? Уайымдап отырмын. Ал балалар, енді Райдан хабар келсе, маған хабар беріңдер. Жақсы ма? Орнында жоқ. Арада 5 жыл өтті. Мәссаған не, ақша қайда? Осы керек па саған, ескерттім ғой мен саған. Рай, біреу келді жота. Кім келсе де маған бәрібір еді. Ақша қайда деме.
Рай, сенсің ба? Тоғжан? Не істеп жүрсің сен мұнда? Сені жоқ болып кетті деп еді ғой. Сколько лет, сколько зим. Енді осылай болды, мені қарақшылар алып қашты да өздерінің. Сені шошып барлығы. Тыңдаса енді мені бірінші айтып түсіндірейін де соған. Жарайды, ашуланбашы енді. Мен сонда енді бандит болғаннан кейін кішкене ашуланшақ болып кеткен менде өзіңе айыпқа бұйырма. Жарайды. Мен бандиттердің қатарында қазір бандит болып жұмыс жасаймын енді. Осылай адамдардың ақшасын алып. Короче, бауырым, сен жүре бер, мен қазір сыныптасымды көріп қалдым. Қазір мен біраз кездесеміз де, содан қайтып келемін, мен саған қайтадан ораламын. Хабарласам өзім. Ал Тоқа, кеттік па? Че там, қай жаққа барамыз? Біраз қыдырмаймыз ба? Иә, кеттік. Бүгін екеуміз бірге уақыт өткізейік. Қыдырайық, ары бері киноға барайық. Жақсы, барайық. Мен сен өзгермепсің, сондай әдемі болып тұрсың. Жүр шығайық. Мектеп кезінде әдемі едің, сондай әдемісің әлі. Сен де ничего качок болып кеттісің ғой. Йо, рахмет. Күшті фильм екен, е? Боевик па, сонда қорқынышты екен. Тоқа, қалай менің новый образым? Вау, мүлдем бөлек. Енді мен бандит болмаймын. Біздің мектеп кездегі осындай едің ғой, Рай, сен. Иә, қарапайым. Ой, үйде ішім пісіп кетті ғой. Ауа райы тамаша болып тұр, сыртқа шығып келейінші. Таза ауа қандай керемет. Жұлдыздар қандай әдемі болып тұр, керемет. Ай, тазасын ай, ауаның кереметін ай. Ей, сен кімсің? Бегілі, кеттік жүр, алып кетемейсің. Жіберіңдер, мен қайдамын? Қанша айғайласаң да ешкім естімейді, әуре болма. Рай келіп сендердің быт-шыттарың шығарады, осыдан көре тұрыңдар. Келсін сол, Райды күтіп отырмыз. Мен оған сенемін. Келемекен, сен айтқан Райың сен үшін келемекен, көреміз қазір. Көресіңдер, осыдан қазір келеді. Екеуіңді екі жаққа шашып тастайды. Вот и я, сендер екен ғой Тоқан алып қашып кеткен. Сендерге, басыңды кілтпен жарам. Тоқа, мне без тебя плохо, мен келдім, осында уайымдама. Сен келетіңе сенгемін, білесің ба? Жүр кеттік, мен сен құтқарамын. Әке, қалайсыз? Маған Тоқа ұрыспаңыз. Артындағы кім анау? Мен сізге барлығын түсіндірем. Ассалаумалейкум. Шыны керек, қарақшылар ұрлап алып кетті. Мені Рай құтқарып қалды. Өте жақсы адам. Сенесіз ба, міне. Солай ма не, менің жалғыз баладан құтқарып қалды мені. Жалғыз балапанымды құтқарғаныңа рахмет, Рай. Иә, өте жақсы адам. Сен жақсы сыныптас екенсің, мен сені дұрыс бағаламаппын. Ренжіме. Жарайды аға, ештеңе етпейсің, ондай болып тұрады. Адамды сырт бейнесінен тану қиын ғой. Мен Тоқа қатты қуанып тұрмын, жақсы болды ғой, сен әкеңмен жақсы танысып алдық. Уайымдап жүретін, мен туралы жаман ойда деп. Кеттім, білесің бе? Уайымдама енді, емін еркін күнде көрісіп тұрамыз. Ой, Рай, жақсы болды ғой. Мені қайтадан кездестіргеніме өте қуаныштымын. Айтпа, мен де өте қуаныштымын. Көргеніме сені тапқаныма. Осындай қарапайым Рай болып жүре берші.